Егерде сіз осы тәртіппен оқып өзіңізге өзіңіз дем салатын болсаңыз, Алланың қалауымен бір күннің ішінде сіздегі тіл, көз, сиқырдың бәрі шығып кететін болады. Көптеген бауырларымыз, ұстаз, өзімізге өзіміз дем салсақ бола ма, біз Құраннан көп білмейміз ғой деп сұрақ қойыпты. Әрине өзіңізге өзіңіз дем салу болады. Оған Құран толық жаттап шығу шарт емес. Қазір мен сіздерге өте жеңіл бір тәсілін үйрететін боламын. Алдыңызға бір стакан суды қойып қоясыз. Ихлас, Фалақ, Нас және де Кафирун сүрелерін бір мәртеден оқып, өзіңізге және суға үрлейсіз. Одан кейін барып Фатиха мен Аят-әл-Курси дұғасын 7 мәртеден оқып, өзіңізге және суға үрлейсіз. Ең соңында дұға жасап, сол судан ішесіз. Бұны таң намазынан кейін, ақшам намазынан алдын күніне 2 рет өзіңізге өзіңіз дем саласыз. Уақыт өте келе өзіңіздің жеңіл дегеніңізді сезесіз, және сізде болған тіл, көз, сиқыр болатын болса, оның бәрі келе-келе шығып кететін болады, және де бұл оқыған нәрселер сізге көрініп көрінбейтін бәле қазалардан сізді сақтайтын болады. Алла баршаңыздан разы болсын. Егер де сізге осылай ақпараттар қызық болатын болса, міндетті түрде бауырлар біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, бұны басқа достарыңызбен бөлісіңіздер. Ассаламу алейкум.